Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі біздің жаңа толқынымыз Иманғали Нұрислам, 314 оқу орталығының құрылтайшысы және маркетолог. Ендеше сұрағымызды бастайтын болсақ, жалпы неге бұл оқу орталығы 314 деп аталды? Бұл неге байланысты қойылған? Саламатсыздар. Бұл оқу орталығының аты негізі пи деген санынан алынған. 3.114 деп басталады. Және ол шексіз сан ғой, әрі кете беретін. Бізде оқу орталығының мақсатын солай қойғанбыз. Яғни көп жағдайда оқу орталығы шектеліп, бір нәрсе бітіп қалады ғой, аяқтап қалады. Біз дейтін шексіз дами береміз деп, кез келген инновацияның барлығын енгіземіз деп. Мысалы, дами береміз деп 3.114 ауылды бірінші мақсат қойғанбыз, бірақ ата-аналарға айтқан нәрсені түсініксіз, сондықтан ортада өтірді алып тастады да 314 деп түсінікті болсын деп. Түсінікті. Жалпы бұл оқу орталығы қашан ашылды және басқа оқу орталықтарынан қандай басымдықтары, ерекшеліктері бар? Бұл негізі, мен ойлаймын, ең бірінші артықшылығы біздің инновациямызда. Негізі басында даже біз етіп айтқанбыз оқу орталықта 314 инновациялық білім беру орталығы деген сияқты сөйтіп қойғанбыз. Неге өйткені көп оқу орталығында көрген кезде технология бойынша сәл артта көбісінде. Мысалы, бұл оқу орталықтың ерекшелігіндегі дәл мысалы мектептегідей күнделікті кезек деген сияқты біздің электронды жүйеміз бар. Кезінде мысалы біздің ата-аналарымыз өздерінің балаларының тестіне шешін сабақтан кейін бүкілін көре алады. Және де екінші бір тағы бір артықшылық бар. Біз ойладық, ата-ананың барлығы сайтқа кіре беру қиындау. Сондықтан біз оны сәл отчетта жеңілдеттік дедік. Қалай жеңілдеттік? Әрбір сабақтан кейінгі отчеттің барлығы мұғалім журнал толтырып болғаннан кейін бірден ата-ана WhatsApp-ына барады. Яғни ол жерде қалай барады? Қазіргі үй жұмысының тапсырмасы қанша бала алды бүгінгі үй тапсырма бойынша? Күнделікті. Одан кейін сыныптың тапсырмасы, бүгін қандай тақырып өтілді, одан қандай тапсырма берілді, бала санын ескерту, жалпы 5 параметр бойынша барады. Күнделікті. Және де мысалы негізгі ерекшелігі ойлаймын, біздің оқу орталықтың нақты бір бағытқа фокус бергенімізден. Мысалы біз қазір егер біз ұбт-ны немесе ағылшынды басқа бәрін қоса берсек болады, бірақ жоқ, жалпы КТО-ны ешқалып, именно осы 5 мен 6 класстың методикасына қарай көбірек фокус берді. Жақсы, жарайсыздар. Енді осы оқу орталығында сіз қандай еңбек сіңірдіңіз? Жалпы сіздің рөліңіз қандай? Еңбек сіңірдім деп айту сәл неше ауыр өсіретші, бірақ бізде ең күшті нәрсе айтарым, ол негізі команда мүшелерінің арқасында болған нәрсе. Өйткені ең бастап біз ашқан жылдары ол 2018-2019 жылда карантиннен сәл ғана алдын бұрын ашылған еді Тараз қаласында. Ол кезде ашқан кезде біз таза энтузиазмға толы сондай болғанбыз. Түнгі сағат 1-ге дейін академиялық отқан кезде тесттерді құрастырып, жаңағыдай дәл сол нәрсе сабақта не өтілу керек, есептердің жаңағыдай А деңгейі, Б деңгейі, С деңгейінен бөліп, бәрін құрастырып бастағанбыз сол кезде. Мен ең күшті нәрсе айтарым, мысалы, мүмкін бұл оқу орталықтың жаңағыдай общий экосистемасын бастапқа соя қарай көбірек фокус берген шығармын. Содан кейін келесі келген біздің Назерке деген апайымыз болды. Ол кісінің қазір басында мұғалім болды, ары қарай завуч, одан кейін директоры қазір 314-тің. Ол кісінің негізгі артықшылығы бұл оқу орталыққа кішкене бір қалай айтсам оқушыларға үйі сияқты болатын деп әдемі бір атмосферасы бар. Яғни мен батыңыз академиялық жағын бар жөндеген болсам, ол кісі осы жақтағы жалпы оқушылар комфортын условияны сол кісі жасап бердіңіз. Яғни біріккен жұмыстың нәтижесі. Жақсы. Енді сіздер қандай бағдарламаға негізделіп жұмыс жасайсыздар? Қандай жүйеге негізделген сіздердің оқу жүйелеріңіз? Негізі бізде былай болды. Бұл оқу орталығы ашқан бірнеше нишқа дайындық деген сияқты кітаптар почти жоқтың қасы еді. Өйткені біз 2018 жылдары ашып отырдық та, ол жылдары. Бір-екі ғана тест жинақтары болады. Бір-екі ғана. Біз не істедік? Біз ең бірінші официальный нишін тестін алдық. Кәдімгі сайтта белгіленген. Сол тестті алдық та бүкіл разбор жасап шықтық. Талдап алдық. Не нәрсе бар оның ішінде, не жоқ, артық материалды үйретпес үшін. Сол кездегі ең бірінші бір инсайттардың бірі ол тіл пәндеріне қатысты ерекшелік болды. Окей, оказывается, бұнаяқта дәл басқа тесттер сияқты ереже, грамматика, сөздің аудармасы ол нәрсені сұрамайды екен, бұяқта мәтінмен жұмыс екен. Все. Значит, болған кезде бірден біз жаңа орыс тілі, қазақ тілі, ағылшын тіліндегі программаны бірден өзгерттік. Басқа оқу орталықтың әлі білетін, қазірдің өзінде бар, олар әлі грамматиканы үйретіп жүреді.
уақыт оқытып қалады. И дәл сол нәрсе мен ойлаймын, мүмкін кезінде лицейде оқығанның бір отличиесі болған шығар біздің артықшылық. Біз математика логикаға сәл бір ыңғайымыз бар еді өзіміздің. Одан бөлек сыныпта балалар айтады, Нұрислам, сен андай ақылды замудрованный сөздер пайдаланбайсың, сен ең қарапайым простой бала түсінетіндей сондай сөздер пайдаланбасын дейді. Сөйтіп мен ойлаймын, екінші нәрсе біз андай қиын бір материалдарды, тақырыптарды бөлгенбіз. Даже қарапайым мысал айтайық, араласымдарды қосып азайту, көбейту, бөлу дейтін тақырып бар. Мысалы оның өзін мысалы біз екіге бөліп тастағанбыз. Оның ішінде қосып азайтуларды бөлек өтіледі, көбейту, бөліп өтіледі деген сияқты. Яғни бұл жаңағыда академиялық сұрақтар болады, ең басты заттарымыз шешкен. Жақсы, рахмет. Жалпы осы баланы оқыту, баланы дайындауға қалай келдіңіз? Сізге не түрткі болды? Жалпы мамандығыңызға бұл? Негізгі мамандығым физика пәні бойынша мұғалімдік. Магистратураны шаққан кезде мұғалімдік даярлау есептеледі тағы да. Мен ойлаймын, ең бірінші маған бір түрткі болған нәрсе мен кезіндегі мектептің мұғалімдері шығар деп ойлаймын. Лицейде оқыған кезде 7 мен 11 жыл арасында ең бірінші өмірімде мұғалімдердің осындай типте болуы мүмкін деген нәрсені көріп вообще шок болған ең біріншісінде. Мысалы айтайық, ең бірінші қыз мұғалімдердің біреуі Ибрахим дейтін ағай болды. Математика пәні бойынша сабақ береді. Ол кісілерді былай көрген кезде мен ойлаймын, математика пәнді осылай беруге болады, қызықты ол. Сосын одан бөлек ұнатты. Одан бөлек екінші бұл кісілер тек қана пән ғана емес, одан бөлек жанашырлық танытатын. Мен сабақ уақытында, үзіліс уақытында болсын, сені оқушы емес, сені Нұрислам деп бер. Нұрислам қандай ерекшелігі бар, Нұрислам ол мынадай қызығушылығы бар, мынадай істегісі келмейді. Жеке тани алады да сені. Дәл солай сенімен бір досың болады. Сол кезде мен көрдім да, мұғалімдік деген нәрсенің мынадай бір қыры бар. Осыны мықты мұғалімдер болады. Ал бұрында мысалы оқыған орта мектептерде болсын, 7-ші сыныпқа дейін. Ол жерде қарай мұғалімнің форматы басқаша. Ұстаздық деген кезде сен басқаша бір картина елесейді өз алдыңа. Ал мына жаққа келген кезде уау нәрсе болды. Одан бөлек уже ары қарай байқадым. Дәл солай біреуге тақырыпты түсіндірген кезде, бір нәрсені түсіндірген кезде мен оған деген бір ыңғайлығым бар екен. Оңай түсіндіре аламын. Бір жағынан түсінген оқушылар бары болсын, сыныптастар болсын, бірден разы болып қалса. Мүмкін осы менің фишкам шығар. Жеңіл түсіндіру. Өзіңізге сөйтіп баға бердіңіз. Өзімізге баға беріп, ары қарай. Осылай келе жатырмыз қазір. Өте дұрыс, тамаша. Сізбен сөйлесу барысында сіз зерттеу жүргізгендеріңізді айттыңыздар. Және оқушылардың сабаққа үлгермеуінің себебін анықтадым дедіңіздер. Мұны қалай анықтадыңыздар? Жалпы бұл зерттеу қалай жүрді? Және де оқушылардың сабаққа үлгермеуін қалай шешуге болады? Қандай шешімге нәтижеге келдіңіздер? Негізі, ойлаймын, мен ойлайтын, жаңа айттым бағасында академиялық нәрсе деп айттым. Негізі кез келген андай сабақты өте жақсы білетін адам, ол бүкіл мәселенің бәрін ойлайды академиялық нәрсе деп. Яғни соның түбіне түсе беретін болсам, ол проблема шешем деп ойлайды. Мысалы, математика қиын пән дейді. Сосын тұрады ол пәнді тақырыптарға бөледі. Болса тарауға бөледі, болса тақырыпшаға бөледі. Оның ішінде А+3 деңгейге бөледі. Сөйтіп баланың ерекше жеңіл түсінетіндей қылуға тырысады. Бірақ мен айтайын, бір нәрсені түсіндім. Ол негізі белгілі дәрежеге дейін ғана жұмыс істейтін нәрсе. Қай жерге дейін? Баланың қызығушылығы бар деңгейге дейін ғана жұмыс істейді оның барлығы. Яғни баланы сен қызығатын болса оқушы, окей, сен почти қандай форматта болсын, сен сабақты өткізе аласың. Ол маңызды емес негізінде. Кейін әсер ететін функция ол жерде 1, 2, 4, 5% болады да. Ал енді баланың жаңағы қызығушылығы жоқ болған кезде, оның барлығы жаңа кері реакция білдіреді. Оның барлығы сабаққа кешігумен, тыңдамаумен, жұмысын орындаумен, оның барлығын бүйтіп ойлайды мұғалім. Значит, оны ескерту керек ертерек деген сияқты. Мысалы, сен салқын ғана ойлайсың ғой, салқын қызықпайды, ол нәрсені қарастырғың келмейді да. Кейін сен қарайсың, басқа балалар оқып жатыр. Именно анау бала неге оқымай жүрді? Сен қызығушылық жоқ деп айта алмайсың ол нәрсені, бірінші. Сен қарапайым зат ойлайсың. Жауапкершілік жоқ дейміз біз. Жауапкершілік жоқ. Жаңағыдай мамасы мүмкін ертіп оятпады, үйде ата-анасы қадағалау керек еді ғой, есеп значит қиын болып қалған шығар. Бүкіл нәрсенің бәрін байқасақ, біз андай академичный нәрсе қоямыз. Ана жақ емес та. Сөйтсем, оказывается, оның барлығы сол жерде екен. Өйткені бір әдемі бір сөз бар, мына жерде кітап болу керек. Қандай кітап? Мына жерде болу керек, қателеспесем.
аудармамен қалай сөйлесу керек деген кітап бар. Бұл өте кәдімгідей аударма ма? Аударма кітап, шетелдің академиялық кітабы ғой, дәл сол нәрсе. Және де өзі тағы да бір кітап бар. Оқу керек екен бұл кітапты. Балалықтан даналыққа дейін екінші кітап бар. Бұл жерде андай мәселені түсіндіреді. Ең соңына келген кезде дейді, сіз академиялық нәрсені қаншалықты қиындаттыңыз, жеңілдеттіңіз, инфографика қосыңыз, видео қосыңыз дейді. Мәселе одан емес. Өйткені мысалы кезінде әл-фарабилер, мықты ғалымдар қалай пайда болған дейді. Бұл жерде даже жазу дейді формат болмаған ғой дейді. Былай сөз кеткен дейді да, содан сондай адамдар пайда болған дейді. Неге дейді? Өйткені ол жерде ең бірінші айырмашылық қызығушылық нәрсе болған дейді. Қызығушылық. Бұл жерде шәкірттің ана ұстаздың алдына бару үшін 7 айналап атаңызға керуенмен жүреді. Әрқашан барады. Ана ұстазды іздеп ауылға барасың, тараз дейді мысалы, отыр ауылға бардың, сен оны ұстазды алмайсың сен. Сен тағы іздейсің, анаған барасың, мынаған барасың. Даже дейді, бір ұстаздар сондай нәрсе жасап қойған, ауасы болса, мысалы медресесі, ауасы ит жеп қоятын. Ит жүреді дейді ішінде. Ол байдан баған да, жүреді дейді. Сен мысалы 10 шақты шәкірт келеді дейді. Есікті ұрады дейді жаңағыдай. Ұстаз, біз кірсек бола алмайды да, қарайды, ит жүріп тұрады да, ит жүріп, кәдімгідей жүгіріп жүр дейді. Сол кезде бүйтіп қарайды екен. Бір екеуі уже оқушы, мынау жынды ұстаз екен деп кетіп қалады екен. Ит те бара алмай ма деп. Міне қызық. Сосын бір шәкірттер болады екен, секіреді, ит бір тістейді, қашып кетеді қайтадан. Дарбазаның ары қарай секіріп үйіне қайтады. А бір шәкірттер болады екен, ең соңына шейін итке таланып, үйіне есігіне шекіреді. Өте қызықты оқиға екен. Сөйтіп ең соңында қарасақ дейді да, сондай шәкірттерден ғана мықты ғалымдар шыққан. Ол кезде шәкірттерді отбор жасауға мүмкіншілік болған да. Мысалы енді оқыту мүмкін емес еді, олардың барлықтарында. Сондықтан не істейді? Отырады да, тек қызығушылығы өте мықты болған алады. Тек қана. Енді бұл тұста әрине қызығушылығы мұғалім тудыру керек деп жатады ғой. Енді қараңыз, ал қазіргі заман бойынша ондай жоқ тұрсыз ба? Қазір уже сіздің алдыңызда 20 оқушы отырса, 20 оқушының барлығы бірдей, мысалы сіздің пәніңізге қызығатын нәрсе білдірмейді. Олар заңның талабы бойынша, мектептің талабы бойынша ол жерде отыр. Амал жоқ. Орда амал жоқ та. Емтихан тапсыру керек, ұбт тапсыру керек, бал жинақтау керек. Осы кезде қарасаңыз, акцентті жаңағыдай өзгерту керек. Академиядан жәймен бүйтіп қойып, баянда. Өткен әдемі бір сөз бар. Егер адамға не үшін өмір сүру керек екенін түсіндірсең дейді, өмір сүрудің жолын өзі табады. Бізде әрқашан қалай өмір сүруін айта береміз адамдарға. Бірақ не үшін емес? Дәл сондай бізде пәндесінде айтты, не үшін математика оқу дейтін нәрсені қатты былай вникать етпей ол нәрсесіне астына кіре бермейді. Көбінесе не істейді? Оны сен бет есеп шақын тезірек шығарасың. Натан қылсын тезірек шығарасың. Академиясына мән беріп кетеміз. Жүректе жол таба білу керек. Ол дейтін неске деймін. Мен көрген вау эффекттерді білу. Вау эффект. Оны бір Дәуре дейтін ағайын болған мен. Бүйтіп түсіндіріп, ағайын алғашқы жылдары ғой, сабақ беріп жүр. Ол жоқ білді. Мен ойлағанмын да, мен сияқты ақылды болар, түсіндірсем түсініп кете береді бәріне. Сөйтсем, жаңағыдай аталар әкеледі, Нұрислам, мынау бауыртаңыз оқымайды менің балам, осы оқытшы. Сосын не апай, оқытамын дегенде. Ойлаймын бәрін оқытамын. Анау балалар келеді, отырамыз, түсіндіріп, мынау бауыр жан дейді. Қарайды, телефон шықпайды. Бірге бір отырып даже, түсінбеймін да. Сол кезде ағайдың әдемі нәрсесі ғой. Айтамын, ағай, қандай методика ең күшті жұмыс істейді? Любой балаға айтамын ғой. Нұрислам дейді, мәселе методика емес. Егер методика ол нәрсе атайтын болсақ дейді, оның атауы былай. Баланы сен жақсы көру керек, болды. Бір-ақ нәрсе жұмыс істейді. Баланы жақсы көру керек, шәкірт дейді. Осы әрі қарай бүкіл затын бәрі жұмыс істейді. Мен потом уже байқаймын ғой. Жақсы көрудің астында уже көп нәрсе орналады. Сен сабырың көбейеді. Кішкентай бір нәрсе үйренсе де, сен оны одан сайын шүкір етесің. Бір нәрсені үйренді ғой деп. Сөйтіп уақыт өтеді. Сезім артасың, сөйлесесің. Бірінші қарасаңыз, анау бала уже қанша мұғалім болғанда отты болшы, осыған шейін қанша мұғалім болғанда да. Қараған кезде ешкімнен ондай қарым-қатынас көрмеген. Бірінші рет сыйластап, жақсы көріп, жолды сезген кезде, ол бала ашылып кетеді.